Ассалаумағалейкум достар, біз бүгін Итачи Учиха мен Мадара Учиханы салыстыратын боламыз. Екеуі де при жизни және де Мангёкё Шаринганмен ғана салыстыратын боламыз. Яғни екеуі де тірі және де тек қана Мангёкё Шаринган, вечный Мангёкё Шаринган емес және де воскрешенный емес. Ал ендеше бастайық, кеттік. Итачи Учиха генджитсу шебері болған. Оның арсеналында Цукиёми болды. Бұл кез келген Шаринганның генджитсуынан жоғары әдіс. Итачидің Цукиёми әдісі қарсыластың басындағы, яғни санасындағы уақыт ағынын басқара алатындығымен ерекшеленеді. Мысалы, Итачи Какашиді Цукиёмиға ұстап алған болатын. Шынайы әлемде бірнеше секунд өтсе, ал Цукиёмида бірнеше күн өткен болып саналады. Яғни Цукиёмида уақыт әлдеқайда жай өтеді. Мадараға келетін болсақ, Мадарада қарапайым генджитсу. Сусано. Итачиден бастаймыз достар. Итачидің Сусаносында зеркало ята және де меч тоцуко бар. Зеркало ята және де меч тоцуко бұл сирек кездесетін артефакттар. Зеркало ята кез келген шабуылға қарсы тұра алады. Ал меч тоцуко өзінің қарсыласын жаралаған жағдайда оны өмір бақиғы генджитсуға тығып жібереді. Мадараға келетін болсақ, Мадарада 4 қолды Сусано және де 4 қолында 4 қылышы бар. Итачиде от элементі, су элементі және де Аматерасу бар. Аматерасу ол қап-қара от, яғни қарсылас түгелдей жанып кеткенше өшпейтін от. Ал Мадарада шабуылға арналған тек от элементін еске түсіре аламыз. Және де Мадарада Изанаги бар, бірақ Итачиде Изанагиге қарсы тұра алатын Изанами бар. Итачи элементтерден де генджитсудан да Мадараға қарағанда мықтырақ. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз. Мангёкё Шаринген.